Саламатсыздар ма? Бүгінгі видео сабағымыздың тақырыбы Қазақ хандығы және Бұланты шайқасы. Жалпы Қазақ хандығының тарихы бұл 14-15 ғасырларды қамтиды. Қалыптасу, құрылу, одан кейін барып дәуірлеу кезеңі. Әрине, Қазақ хандығының бастамасында тұрған қазақтың жерінде ірі мемлекеттер болды. Солардың ең іргелісі біз Алтын Орданың тарихын айтуымызға болады. Алтын Орда ыдырай бастаған уақытта кішігірім хандықтармен қоса жалпы қазақ этникасының қалыптасуы басталды. Қазақ этникасының қалыптасуы кейін Әбілқайыр хандығынан Керей мен Жәнібектің бөлінуі қазақ хандығының құрылуына алып келді. Қазақ жеріндегі саяси, әлеуметтік, экономикалық шиеленістер, мемлекеттің арасындағы саяси түрдараздықтар, қазақ даласындағы, сол кездегі қазақ даласындағы ірі шайқастар, саяси күрестер, пісіп жетілуі қазақ хандығының құрылуына алып келді. Қазақ хандығының құрылуы жайында әртүрлі пікірлер бар. Солардың ішінде басым көпшілігі 1465 жылы қазақ хандығы құрылғандығы жайында жазады. Негізі академиялық еңбектердің басым көпшілігі осы тарихи датаға тоқталады. Бірақ қазақ тарихын, оның ішінде көшпенділердің тарихын зерттеп жүрген Ленинградтық Қазақстандық ғалым, қазақ азаматы Тұрсын Икрамұлы Сұлтанов деген ғалымның дерегі бойынша бұл кісі шығыс деректерін саралай келіп 1470 жыл деген тарихи датаны ұсынады. Дегенмен де біз академиялық еңбектерді негізге ала отырып қазақ хандығының құрылғанына 1465 жыл деген тарихи датаға тоқтаймыз. Енді жалпы қазақ хандығының құрылуы, қалыптасу, дәуірлеу кезеңін қазақтың Алашорда заманында іргелі түп-тамырмен зерттеген ғалымдардың ішінде тарихшы болмаса да біз Мұхамеджан Тынышпаевты айтуымызға болады. Бертінгі уақытта қазақ тарихын зерттеген іргелі ірі ғалым Берекет Бақытжанұлы Кәрібаев. Бұл кісі қазақ хандығының құрылуы деген 2015 жылы үлкен ғылыми монография жазып шықты. Міне осы монографиясында қазақ хандығының құрылу процесін жан-жақты баяндаған болатын. Енді қазақ хандығының құрылуының тарихында Керей мен Жәнібектің алар рөлі өзгеше. Мысалы, Керей осы мемлекеттің құрылуын жолында іргелі еңбек жасаса, Жәнібек қазақ хандығының қалыптасуы, дамуының кезінде оның ұрпағы Қасым хан осы мемлекеттің саяси, этнодемографиялық қалыптасуына үлкен рөл енгізді. Әрине, қазақ хандығы жайма шуақ қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманда құрыла салған жоқ. Бұл мемлекеттің қалыптасуының тарихында, дамуының тарихында іргелі шайқастар болды. Солардың ішінде біз Шұбар теңіз шайқасын 1726 жылы болған, 1727 жылы болған Бұланты шайқасын, 1729-30 жылдары болған Аңырақай шайқасын айтпай кетпесек болмайды. Солардың ішінде қазақ тарихының жалпы саяси әскери тарихында ірі орын алатын 27 жылғы Бұланты Білеутідегі шайқас. Бұланты Білеуті шайқасы қазақ даласында 1727 жылы Ұлытауға жақын жерде, Ұлытауға жетпес жазықта Бұланты Білеуті өзендерінің аралығында болды. Бұл шайқаста қазақтың 300-нің батырлары қосылды. Бас қолбасшы болып ордабасыдағы құрылтайда Әбілқайыр сұлтан сайланды. Осы Әбілқайырдың әскери стратегиялық шеберлігі, сонымен қоса сол кездегі қазақтың 300-не белгілі Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай, Райымбек сияқты
Шапрашты, Наурызбай сияқты ірі батырлардың іргелі еңбегінің арқасында Қалмақ қырған шайқасында жоңғардың әскеріне тойтарыс берді. Қанжығалы Бөгенбайдың тапсырмасымен осы шайқастан кейін тарихи аңыздық деректер бойынша Бұлантының басындағы қырға қазақтың батырларын жерлеу дәстүрі жүргізілген болатын. Енді Бұланты шайқасының жалпы тарихи маңызы қандай? Қазақтың іргелі академигі Манаш Қозбай Бұланты шайқасы Мәскеуге 41 жылғы шайқас қандай маңызды болса, Бұланты шайқасы қазақ тарихында осындай маңызға ие деген уәж айтқан болатын. Шынымен бұл қазақ тарихындағы қазақ этникалық халқының қалу-қалмау мәселесін, одан қалды мемлекеттің болу-болмау мәселесін шешкен ірі тарихи, әрі саяси шайқас болып есептеледі.